Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағы 7-ші сынып. Мен Атибекова Айнұр Андабековна, Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Бөлім толғауы 90 қызыл тіл. Сабақтың тақырыбы Жамбыл Жабаев тілді бұйрық өлеңінің көркемдік ерекшелігі. Оқу мақсаты: шығармадағы көркемдеуіш құралдардың символ, синекдоха, қайталау түрлері, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ, қолданысын талдау. Ширату жаттығуы: қатысты 10 сөзді атаңыз. Жамбыл Жабаевтың зілді бұйрық өлеңіне қатысты 10 сөзді атаңыздар. Мозаика әдісі арқылы өлең жолдарын құрастыру арқылы екі топқа бөлінеді. Верныйдан жандаралдар бұйрық қылды, құйрығы бұйрығының тізілді. 31-19-ды алат деген суық хабар халықты бұлқындырды. Осы өлең жолдарын құрастыру арқылы екі топқа бөлінеді. Бірінші тапсырма топтық тапсырма болып табылады. Бұл оқылым кезеңдері әдісі бойынша жұмыс жасаңыздар. Оқылым алдында, оқу кезінде, оқығаннан кейін. Оқылым алдында не істеймін? Зілді бұйрық өлеңінде кездесетін көркемдеуіш құралдарға назар аударыңыздар. Оқу кезінде шығармадағы көркемдеуіш құралдарды символ, синекдоха, қайталау түрлері, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ анықтаңыздар. Оқығаннан кейін көркемдеуіш құралдардың қолданысына талдау жасаңыздар. Дескриптор. Екінші тапсырма жұптық тапсырма. Бірінші топ: зілді бұйрық өлеңінен аллитерация мен ассонансты анықтап, дәлелдеме жазыңыздар. Бәрінде ол пристав жаттап алды, басшыларын қағазға хаттап алды, жөнелді абақтыға соры қайнап, жақсыдан жақсы қоймай алды санап, елдің бәрін жанынан түңілденді, ертеңінде ел-елге әскері барды, көп ерлер қаза тапты жауға аттанып, көксеген азаттықтың соғысында. Осы өлең жолдарынан үзінді келтіре отырып, көркемдегіш құрал жазамыз. Көркемдегіш құралдарға өз ойымызды дәлелдеме ретінде жазамыз. Екінші топ: зілді бұйрық өлеңіне талдау жасаңыз. Бірінші: сипаттаңыз. Жамбыл халықтың патша жарлығына қарсылығын қалай сипаттайды? Бірінші дәлел, екінші дәлел, үшінші дәлел. Екінші: анықтаңыз. Шығармадан эпифораға мысалдар анықтаңыз. Үшінші: талдаңыз. Өлеңнің атауы мен халық наразылығының арасында қандай байланыс бар? Зілді бұйрық халық наразылығы. Талдау жасайды. Дескрипторларға назар аударамыз, балалар. Саралау тапсырмалары. Өлеңнен жер су атауларын анықтаңыздар. Ерекшеленген сөздер қандай көркемдеуіш құралдарға жатады? Суық хабар халықты бұлқындырды, жылады сорлы халық. Осындағы суық хабар мен сорлы халық қандай көркемдеуіш құралдарға жатады? Үшінші тапсырма бұл жеке тапсырма. Бірінші топ: 5 жолды өлең әдісі арқылы жауап беріңіздер. Өлең идеясы, көркемдегіш құрал, өлеңнің мазмұнына сәйкес келетін мақал-мәтел. Төртінші: тәрбиелік мәні. Бесінші: түйінді сөз. Екінші топ: кейіпкер орындығы әдісі арқылы сұрақтарға жауап беріңіздер. Зілді бұйрық өлеңіндегі эпитеттерді атаңдар. Екінші: өлеңде көркемдеуіш құралдар мен идеяның арасында қандай байланыс бар? Үшінші: тарихи оқиғаны суреттеуде қандай көркемдеуіш құралдарды қолданады? Балалар, сабақты қорытындылау мақсатында аяқталмаған сөйлем әдісі қолданылады. Мен бүгін білдім, маған қызықты болды, маған қиын болды, мен келесі тапсырмаларды орындадым, мен үйлендім. Осы сөйлемдерді аяқтап, балалар, өз пікірлерімізді білдіреміз. Үйге тапсырма ретінде Жамбыл Жабаевтың зілді бұйрық өлеңі бойынша фигураның түрлерін анықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.